бірде-бір танысым айтып жатыр да, мен Қуаныш Шонбайдың екінші болма деген кітабын оқыдым дейді. Бірақ ішіндегі айтылғанның бәрін мен біледі екенмін. Ешқандай қызық жоқ, жаңалық жоқ деді. Соны естіген кезде мен іштей мырс етіп күлдім да, мықты болсаң неғып Қуаныш Шонбай болмайсың, өміріңде аварияларың толып жатыр ғой деп іштей ойладым. Яғни мен ол жағдайда жоғарыдан қарап тұрмын, тәкаппарлықпен қарап тұрмын да. Енді дәл сол ситуацияны мен қазір айнала сенің айнаң деген принциппен қарайтын болсам, ол кітапты мен оқымаппын да. Не үшін оқымадым деп енді өзіме сұрақ қойсам, Қуаныш Шонбайды білем ғой, оның подкасттарын көріп жүрмін, инстаграмын көріп жүрмін, не айтатынын білем, оқығаннан не пайда деген принциппен оқымағанмын да. Яғни анау танысым оқып қайта амал жасаған, ал мен оны да жасамағам да. Сонда менің авариям оныкінен де үлкен болып тұр да. Осындай түсінікке келдім, осындай қорытынды алдым, осындай сабақ алдым. Енді оны жай ғана түсініп қана қоя салмай, тағы да бір амал әрекетке көшейін деп, сол кітапты алып, қазір оқып жатырмын. Оқып қана қоймай, ішінде өзіме ұнаған нәрселерді қолдан көріп жатырмын. Бұйыртса, кітаптың қорытындысымен, нәтижелерімен бөлісетін боламын.